сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі мен әдебиеті сабағы, екінші сабақ. Сабақтың тақырыбы отан. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтай алу. Өткен сөздерді қайталау. Тұлға, личность. Түс кейпі, вид. Өлке, край. Аудан, район. Жыр, легенда, эпос. Даңқ, слава, известность. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Бүркіт Ибрагимұлы Ысқақов «Отан» өлеңімен танысамыз. Бүркіт Ибрагимұлы Ысқақов Қарағанды облысы Нұра ауданында Көкмөлдір ауылында дүниеге келген ақын, филология ғылым кандидаты. Бүркіт Ибрагимұлы Ысқақов «Отан» өлеңін түсініп тыңдаймыз. Оның негізгі ойды анықтауға тырысамыз. Отан. Көп аузынан түспейтін отан деген немене? Оның тұлға түс кейпін, достым, білгім келеме? Отан сенің ата-анаң, отан досың бауырың, отан өлкен астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елін ер халқың, отан өлкен, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Енді балалар, отан деген немене? Отан деген не? Әрине, отан ол сенің өлкең, астанаң, аудан, ауылың, тарих, тіл, ол сенің досың, ата-анаң, бауырың. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Отан кім, отан не? Өлеңге қарап, сұрақтарға жауап бересіздер. Используя стихотворение Бүркіта Исқақова, вам необходимо ответить на два вопроса. Отан кім, отан не? Родина кто? Родина что? Будьте внимательны, вспоминаем тему зат есім. Қазақтың мақал-мәтелі, казахская пословица, отанды сүю отбасынан басталады. Ең алдымен бала отбасының ішінде адамгершілікке, отансүйгіштікке үйренеді. Любовь к родине рождается у семейного очага. В первую очередь, ребенок учится внутри семьи патриотизму и человечности. Екінші тапсырма. Менің отаным тақырыбында эссе жазу. Написать мини-эссе на тему «Менің отаным, моя родина». Дескриптор. Біріншіден тақырыпты ашу, раскрыть тему. Екінші, бүгінгі сабақтың екі мақал-мәтелін қолдану. Использовать две пословицы сегодняшнего урока. Это отанның күні де, түні де ыстық. Және де отанды сүю отбасынан басталады. Любовь к родине рождается у семейного очага. Тірек сөздерді қолдану. Использовать ключевые слова. Отан, ата-анаң, бауыр, тұлға, тарих, тіл, астана, дос, өлке, жыр, ауыл. Сіздердің бүгінгі сабақтың орындаған тапсырмаларын күтем. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.